Армысыз көрермен, белгісіз бір жігіт 14 жасар қызды су тасқынынан құтқарды. Осы жайында бүгінгі видеомда айтқым келеді. Олай болса, каналыма тіркеле кетіңіз. Көшеде кетіп бара жатқан жігіт суда ағып бара жатқан қыздың дауысын естиді. Сөйтіп бөгеттен секіріп суға жүгіре жөнеледі. Суда ағып бара жатқан қызды беліне сым байлап алдынан күтіп тұрады. Кішкентай қыздың жан дауысы шыңғырып ағып бара жатқан кезде жігіт бар күшімен қызды алдынан күтіп алады. Яғни судың тасқыны қатты болса да қызды жібермей аман есен алып қалады. Қасында адамдар болады, солар жаңа сымды белінен тартып қыз бен жігітті алып шығады. Бірақ бұл кезде бұл жігіттің кім екенін ешкім білмеген еді. Ол жұмыс киімінде болған жоқ. Бірақ кейін бұл жігіт белгілі болады, Бішкек қаласының МВД курсанты екен. Ол Салқарбек Сүлеймен деген МВД курсанты болып шығады. Оған қызметтегілер жұмыс бабы барлығы рахметін айтып, алғысын айтады. Яғни бір адамның өмірін алып қалған, бір кішкентай қыздың өмірін одан әрі жалғаған, әке шешесін жылатпай, туысқандарын жылатпай, қызды аман есен тапсырған белгісіз бір жігіттің осы жасаған ерлігін ерлік деп айтуға болады. Ал сіз не деп ойлайсыз? Олай болса, каналымда комментарийға жаза кетіңіз. Осындай батыр жігіттеріміз көп болсын.